Assalamualaikum ağa, жеңешем, балаларым. Бәрлеріңе бүгін қуанышпен сәлем берем. Енді мына Бүрлем мен Қали екеуміз кеткенде жылап қалған, бұлар көреміз бе, көрмейміз бе деп. Мына абысынымызда жылап қалған, бұлар тірде көрмейміз деп. Мұнда бір шүкіршілік 90-ға келсе ағамыз келіп, қазір арамызда отыр. Жеңешеміз отыр. Мен бағанамен мәшинеге шыққанда мәшинеге неше шығып неше түстік немізде. Енді осы кісілер аман отырсын деп бір Алладан тілейміз. Алдымызда қалқайып енді аман отырсын екен. Енді арт жақтан келген бауыр туыстар келген челеп. Енді о жақтан қанша бір адамдар дүниеден өтіп жатыр. Біз енді әрбір жағдайменен бара алмай жатырмыз. Өте ағыларымыз кетіп қалды. Шіркін Қайран ағамыз деп көзіміздің жасы көлбек кетіп, үстіп жүргенде бағдатымыздан айырықпадық. Жаңғанымыздан айырықпадық. Бұл жерде балалар сүйеніп жүрген жанарымыздан айырықпадық. Енді оның орны ұрпақпен толып жатыр. Аллаға шүкіршілік. Bir gün gelip degende şın gelene ötürüp keleme dep жақсы сейленмадық. Ай, келеме келмей қойма енді. Шүкіршілік артымыздан келіп, қуантып, ортамызды толтырып жатыр. Жаңа мына айтып жатыр ғой, енді 3 баламен өттік осылай деп. Барды ішетін туыс таба алмағанбыз. Өкпелейтін туыс таба алмағанбыз. Әзір Аллаға шүкіршілік өкпелейтін туыс бар. Барды ішетін туыс бар. Көп рахмет айтам бір Алланың осындай жақсылығына. Енді ана Қызырбек кешеден бері қарай ағам жоқ деп үйге тоқтағысы келмей қойды. Бұны әкесінен кем көрген емес. Қарадай жылағым келді кеше. Оғанда бір неменен алаңдаған ба? Сол сөйтіп алаңдап жүргеннен ағасы мотошаға алып ұшырап етіп жайына қалды. Оның аман қалғанда да қуанып отырмыз енді. Жазирам үміт ұзатып, енді қайттық деп жүргенде жазирамыз келді. Аллаға шүкіршілік. Енді міне шуағымыз кеп, Айшамыз кеп, балаларын бауырына басып. Көп рахмет айтам. Алланың берген сыйы, Алланың берген жақсылығы, Алланың берген рахметіне бір Алладан сұраған тілегімізді Алла беріп жатыр. Бұдан былайдағы артқа бауыр туыстар келіп осындай бізді қуантып тұрсын. Өкпелейтін туыстар келіп тұрсын. Аллаға шүкіршілік енді. Бүгін Бүрлем'е сәуле келемей қалды енді. Бір жағдайларменен енді біреу ауырып қалды, біреу бірін-бірі бағып қалды енді. Ендігі бас қосқанда бәрі ішінде болатын шығар, бұйырса. Арт жақтан тағы ағаларымыз, жиендеріміз келе жатыр енді. Сәбит ауырды деп 2 жылдың алдында жанымызды қоярға жер таппай, бұқым Алматы төңірегі пана болмай кеткен күндер болған. Тағы қанша көрер көзді ұйқыдан күлкіден қалған күн болған. Жаздың 6 айында сәлекеміз ұйықтағанымыз жоқ десек артық емес. Осының аяғына сүйеніп ұйықтап, аяғына сүйеніп тұрып, үстіп жүрбейді. Алла тілегімізді қабылдады ма? Жоқ үлкендердің туыстарының тілегі жүрді ме? Әйтеуір жайына қап, бүгін міне алдымызда Сақиптың артынан еріп, Қызырбек екеуін қалқай қостар жүріп жүрсе, алдындағы Ризабек, Қызырбек, Сақит, осы 4-еуі түгел болып жүрсе, Бүрлем деген ағасы келді оның артынан. Дүңбек кеп отыр міне. Дүңбек алғаш шекарадан өтті дегенде жанымызды қоярға жер таппай қуанғанбыз. Алланың бұнысына көп рахмет. Рахметтен біз қайтарымыз жоқ. Қали бүргіл енді.
Aman bolunlar, sağ bolunlar, sayalarını kızım görüp, ulkan ağaçtın sayası bolup, ye jurtlarına, yelerde jurtlar altına kalavulu bolup aman esi jüre beriңдер. Artık bağlı dostlar keldi bir Allah'dan surayız. Aman bolunlar, sağ bolunlar.